Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бауырдан торт пісіретін боламыз, яғни бауыр торты. Ол үшін керекті заттар: 1 стакан сүт, 2 жұмыртқа, 1 стакан ұн және 1 қасық тұз, 400-500 грамм алдын ала тартылған бауыр. Достар, мен бауырымды алдын ала ет тартқыштан өткізіп алғам. Бұған 2 жұмыртқа салып араластырамыз. Мен бұнда қасықпен араластырып жатырмын. Егер сіздің өзіңіз қалауыңыз вилкамен немесе венчикпен араластырсаңыз да болады. 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дұрыстап тұрып араластырып алуымыз керек. Бұны мен қайта-қайта араластырып алдым дұрыстап тұрып. Енді 1 стакан сүтімді аз-аздан құя отырып, қайтадан араластыратын боламын. Мен венчиктен араластырып жатырмын. Сіздің өз қалауыңыз өзіңізге қолайлы қасықпен немесе вилкамен, миксермен араластырсаңыз да болады. Міне достар, біздің массамыз осындай сұйық болып шығады. Енді 1 стакан ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Міне соңғы ұнымызды салып, електен өткізген жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжы масса шығу керек. Енді осының үстіне шамамен жарты каседей сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Тавамызды отқа қойып, астын майлайтын боламыз. Осылай бір ожаудан құя отырып, пісіріп алатын боламыз. Біздің массамыз қатты қоюда, қатты сұйықта болмауы керек. Енді осылай қарап тұрып, бетіне пісе бастағанда беттеріне көпіршіктері шығып, осылай беткі жақтары піскені байқалады. Сол кезде әбден пісті дегенде екінші жағына айналдырып ауыстырамыз. Міне осылай бүкіл массамызды бір-бірлеп құя отырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бауырларымыз дайын. Блинный сияқты осындай жұқа болып шығу керек. Егер де сынып кеткен жағдай болса, ол ештеме етпейді, арасына салып жіберетін боламыз. Енді морковымызды күштен өткіземіз. Және осылай 2-3 чесногымызды езіп, 1 кесе майонез салып, бәрін араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз осы дайын. Егер қаласаңыз, мұна морковты маймен қуырып алып арасына салса да болады, бірақ мен осылай жасағанды жақсы көремін. Енді торттарымызды ыңғайлы ыдысқа сала отырып, бір-бірлеп араларына осы салмамызды қасықпен жағамыз және тортымызды жинайтын боламыз. Міне тортымызды дайындап болдық, жинап болдық. Менде шамамен 6 блинчиктер шықты. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша оның бетін әсемдесеңіз болады, бірақ мен әсемдемедім. Осылай қолмен ұстап жеген ыңғайлы болу үшін үстін осылай қалдырдым. Міне достар, өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесіп дастарханға қойсаңыз болады. Біздің бауыр тортымыз өте дәмді болып шықты. Видеоны толық қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыз. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.